Еліміздің бастарнасында жаңалықтар, студияда сурда аудармашы Жанбота Сәрсенбаева және мен Талғат Алман. Армысыздар. Былтыр елімізде анықталған қаржылық заң бұзушылықтар құнының көлемі 1,3 триллион теңгені құрады. Бұл туралы Ақордада елбасыға есеп берген республикалық бюджеттің орындалуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің төрағасы мәлімдеді. 2014 жылмен салыстырғанда бұл 3 есе көп. Қозы-көрпеш Жаңбыршиннің айтуынша, бақылау шараларының нәтижесі бойынша орны толтырылуға тиіс 128,8 миллиард теңгенің 87,2 миллиарды өтелген. Мемлекеттік органның мәліметіне сүйенсек, 75 заңды тұлға және 66 лауазымды тұлға әкімшілік жауапкершілікке, 271 лауазымды тұлға тәртіптік жауапкершілікке тартылған. Құқық қорғау органдарына бақылау шараларына қатысты 40 материал берілді. Мемлекет басшысы аудиттің қаржы мәселелерін ғана емес, орган қызметінің тиімділігін барлық бағытта бағалауды да қамтуы тиістігіне назар аударды. Президент былтыр қабылданған мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы заңның жүзеге асырылуын және мемлекеттік аудитке тиімді түрде көшуді қамтамасыз етуді тапсырды. Мына отчетыңда 3 есе көбейді деп. 3 есе көбейді, иә. Неден көбейді, қай жағынан көбейді? Ол бір мәселе, екінші мәселе. Біз мемлекеттік аудит жөнінде заң қабылдадық қой. Иә, заң қабылдадық. Заңға байланысты палатаның, счетный палатаның жағдайы, дәрежесі, алына қойған мақсаттары ұлан-ғайыр үлкен болды. Ішкі аудит, сыртқы аудит деген тек қана қаржы мәселесі емес, мекеменің барлық жағынан істейтін жұмыстың тиімділігін бағалау. Жұмыстың ауқымы да көбейеді, мамандық та көбейеді. Ертең ол бағаның барлығы дұрыс болмай шықса, мамандарлығын адамдар болмаса, одан түк шықпайды. Кездесудің қорытындысы бойынша мемлекеттік аудит және қаржы бақылау органдарының тиімділігін арттыру үшін мемлекет басшысы бірқатар тапсырмалар, нақты тапсырмаларды берді. Оның ішінде біріншіден мынау мемлекеттік аудитқа көшу жұмыстарын ерекше бақылауда ұстау үшін. Каспий маңы елдері мұнайдың төгілуін тоқтатуда бір-біріне көмек көрсетеді. Аталмыш заң жобасы бүгін Сенат комитетінің кеңейтілген отырысында қаралды. Конвенцияға қол қойылса, Каспий жағалауындағы барлық мемлекет теңізде болған төтенше жағдайлар туралы бір-бірін хабардар етуі керек. Сондай-ақ апат кезінде қалай әрекет ету жөнінде аймақтық жоспар әзірленеді. Тиісті ведомство өкілдерінің айтуынша, бұл төтенше жағдайда дер кезінде шара қолдануға сеп болады. Конвенцияға қосылған мемлекет төтенше жағдай бола қалса, Каспий маңы елдерінен көмек сұрауға құқылы. Бірақ апат зардабын жоюға қатысқан мемлекеттің шығынын шақырушы ел төлеп беру керек. Кейін мұнайдың төгілуін тоқтатуға кеткен қаржы төтенше жағдайға себепкер болған адамның мойнына жүктеледі. Мемлекеттік жекеменшік әріптестіктің аясында биыл Атырау қаласында 5 әлеуметтік нысанның құрылысы қолға алынады. Қазір балабақша, емхана және спорт кешенінің жобалық сметалық құжаттары жасалып, алғашқы құрылыс жұмыстары басталды. Тілші материалы. Берік Тәжібаев мемлекеттік жекеменшік әріптестік жобасына облыс бойынша ең бірінші болып атсалысқан жеке кәсіпкерлердің бірі. Ол қала маңындағы ықшамаудан тұрғындары үшін әмбебап спорт кешенінің құрылысын бастады. Бұл спорт кешенін болашақта мемлекетке тапсыруға болады. Өйткені бұндай спорт кешендер қазіргі таңда халыққа өте қажет деп санаймын, қажет нысан деп санаймын. Сол менің өтеліп жатқан шығынымның барлығы мемлекет тарапынан толық өндіріледі деп айтылып жатыр осы заң бойынша. Жұмыскер ауылдық округіндегі 17 мыңға жуық тұрғынға жалғыз дәрігерлік амбулатория қызмет көрсетеді. Жаңа заңға сәйкес жеке кәсіпкерге 1 гектар жер телімі беріліп, заман талабына сай медициналық мекеме салынады. Осыған байланысты күні бүгінге мынау мемлекеттік жекеменшік әріптестік арқылы Өркен ықшамауданында 250 орындық емхана құрылысы басталады деп жоспарлануда. Облыс бойынша биыл осындай 5 ірі әлеуметтік жоба құрылысы басталады. Оның бірі 20 жылдан бері қараусыз қалған мына 160 орындық балабақшаны қалпына келтіру. Бұл мемлекетке де кәсіпкерге де пайдалы. Бұл жобалардың бір ерекшелігі мемлекет өзінің әлеуметтік инфрақұрылымын жақсарта отырып, жеке кәсіпкерге табыс табуға мүмкіндік береді. Осындай жобалардың орындалуы облыстың экономикасының дамуына өз үлесін тигізетініне біз сенімдіміз. Сондықтан өз елі мен өңірінің дамуына инвестиция салғысы келген кәсіпкерге мемлекет тарапынан қолдау бар. Арыстанбек Кенже, Амантай Матенов, Хабар, Атыраудан.
Елімізде алдағы 2 жылда 14 мың пәтер салынады. Бұл жұмыстарға 149 миллиард теңге бөлу туралы елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың тиісті тапсырмасы бар. Оған сәйкес сол соманың 22 миллиарды тұрғын үй құрылыс жинақ банкі салымшыларының несиелендіруге, қалған 127 миллиард теңге несиелік баспаналардың құрылысына жұмсалады. Салынатын пәтерлердің бағасын арнайы комиссия бекітеді. Дегенмен олар қолжетімді болады. Әр шаршы метрі 200 мың теңгеден аспауы тиіс. Осы және өзге де мәліметтермен тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің басқарма төрағасы Айбатыр Жұмағұлов бөлісті. Бұрын кезде, шын айтқанда бізге құрылыс мердігерлермен сөйлесуге қиын болатын болса, себебі олардың бағасын өздеріңіз білесіздер, жаңа $1,500 Астананың өзінде $1,500 төмен болған жоқ. Бүгінгі күнде осы мердігерлер бұрынғы 50%, кейбір жерде 100% пайдаларын ұмытып, бүгінгі күнде белгіленген бір азын-аулақ пайдасына жұмыс істеуге дайын. Сол себепті де бұл біз үшін үлкен жақсы мүмкіндік деп ойлаймын. Қазақстанның экономикалық интеграция министрі Жанар Айтжанова Нью-Йоркте Біріккен ұлттар ұйымы жанындағы экономикалық және әлеуметтік кеңесінің кезекті отырысына қатысты. Форумда мүшелдердің 2030 жылға дейінгі даму жолы талқыланды. Қазақстан өкілдері Еуразиялық экономикалық одақ аясында әлеуметтік және экономикалық жобаларды жүзеге асырудағы тәжірибесімен бөлісті. Ертең Жанар Айтжанова Біріккен ұлттар ұйымы жанындағы кеңестің мерейтойлық форумында сөз сөйлейді. Ұйымды реформалау туралы ұсыныстар айтылады деген болжам бар. Регионалдық экономикалық қарым-қатынасты әрі қарай қалай дамыту туралы талқылау болды. Біздің аймақта болып жатқан Евразиялық экономикалық кеңестің жұмысы туралы қазақстандық делегация баяндама жасады. Ұлыбританияда жылу электр станциясында жарылыс болып, ғимарат қирап, бір адам қаза тапты. 4-еуі жарақат алды, тағы 3 тұрғын із-түзсіз жоғалып кеткен. Бұл туралы Reuters агенттігі хабарлайды. Апатты жағдай Лондоннан 40 шақырым жердегі Диткат қаласында болған. Станцияның біраз бөлігі бұған дейінде қирандыға айналып үлгерген. Кәсіпорын бірнеше жыл бұрын жабылған болатын. Әзірге апатқа не себеп болған анықталуда. 300 метр аумақты қамтитын 9 қабатты ғимараттың біраз бөлігі қирандыға айналды. Мұның лаңкестік әрекет емес екенін айтқым келеді. Ендігі міндетіміз тез арада жоғалған адамдарды табу. Алдағы оқу жылынан бастап еліміздегі медреселер білім берудің жаңа жүйесіне көшеді. Атап айтқанда медресе колледж болып өзгертілмек. Ердәулет Байдуллаевтың материалында. Медреселерге колледж атауын қосу идеясы айтылғалы біраз болды. Енді оны іске асырудың сәті туған сияқты. Тиісті құжаттар әзірленіп, 2 діни оқу орнына медресе колледж атауы беріліпті. Оның бірі Сарыағашта болса, тағы бірі Алматы қаласында. Егер бұл бастаманың тиімді екендігі дәлелденсе, өзге медреселерде жаңа жүйеге көшеді. Шәкірттікке 9 сыныпты бітірген талапкерлер қабылданады. Оқу осы жылдың күзінде басталмақ. Оғанға дейін біздің медресенің алған дипломдары жарамсыз еді, тек өзімізге ғана жарайды. Енді бұдан бұлай Құдай қаласа медресе колледж деп аталғаннан кейін ол медресені бітірген бала мүмкін ертең имам болмайтын болса, басқа да зайырлы оқу орындарына түсіп кететін мүмкіншілігі бар. Бұл бастамаға Қазақстанның дін істері комитеті де қолдау көрсетуде. Медресе шәкірттермен қоса имамдардың да қосымша білімді игеруі қазіргі заман талабы дейді. Екі білімді де бірге алып жүрген дұрыс. Сонда ғана біздің әртүрлі мәселелер болып жатқанда қоғамда әсіресе соларға жауап беру үшін, жалпы қоғамдағы тұрақтылықты сақтау үшін олар осындай білімін, зайырлы білім алған дұрыс деп санаймыз. Конференция соңында оған қатысушылар үндеу қабылдады. Ол дін мен зайырлы қоғамның үйлесімділігін арттыру бағытында жұмыс жасауға қатысты. Атап айтқанда, дінаралық татулықты нығайту, экстремизм мен терроризмге қарсы күрес жүргізу және адамгершілік құндылықтарды, ұлттық тарихымызды насихаттау. Ердәулет Байдуллаев, Жасұлан Шакенов, хабар. Биыл қазақ халқының ұлы жыршысы, айтыскер ақын Жамбыл Жабаевтың туғанына 170 жыл. Бүгін Алматыда зиялы қауым «Жамбыл менің жай атым, халық менің шын атым» деп жырлаған ұлы ақынның ескерткішіне гүл шоқтарын қойып рухына тағзым етті.
Рухани шара еліміздің және Ресей, Қырғызстан, Түркия мен Грузиядан келген әдебиетшілер мен ғалымдардың қатысуымен халықаралық симпозиумға ұласты. Ұлы даланың ұлы перзентінің шығармашылығы жайлы зерттеушілер баяндама жасады. Қазақстан Республикасы мемлекеттік хатшысы Гүлшара Әбдіхалықова Жамбыл бабамыздың рухани мұрасы халқының талай жылғы тарихы мен шынайы өмірінің айнасы екенін айтты. Адамдықтай, ерліктай, батырлықтай, ел бірлігін сақтаған татулықтай деп жылаған Жамбыл шығармашылығынан еліміздің бүгінгі бейбіт тірлігі мен берекелі бірлігін көргендей боламыз. Сол себепті де Жамбыл шығармаларының негізгі идеясы бүгінгі тәуелсіз Қазақстанның қарышты қадамдарымен, жасампаз істерімен үндесіп келеді. Ол интеллектуалдық мәдениеттің иесі. Жамбыл импровизацияның ұлы өкілі. Бір замандардағы біздің ұлы жыраулардың дәстүрін 20 ғасырға жеткізген біздің ұлы жырау. Ақселеу әлемі. Дәл қазір ғылыми академия кітапханасында осындай атаумен ұлт жанашыры дара тұлға Ақселеуді еске алу кеші өтіп жатыр. Белгілі журналист, этнограф, ғалым, филология ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының иегері, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі Ақселеу Сейдімбектің замандастары, жақындары жиналып сырласуда. Бұрынғы идеологияның кесірін бүгінгі қоғамның кеселін ашық жазған, ұлттық ән күй әлемін зерттеген, ондаған монография мен ғылыми еңбектердің авторы Ақселеу ағамыздың ұлт руханиятына мол мұра қалдырғаны күмәнсіз. Ақандай өз халқын сүйген азамат кемде-кем дейді замандастары. Ақселеу әлемі бүкіл қазақ әлемі. Жаһандану жан-жағымыздан қысып келе жатқан заманда, кеше тар жол тайғақ кешу кезеңдерден өткенде, тәуелсіздікке жеткен тұсында өзінің ұлттық құндылықтарының көбінен айырылған қазақ халқының тағдырына аса жан дауысын шырқырата отырып шырылдаған адам біздің Ақселеу ағамыз. Өзгеше кейіпте, өзгеше болмыста өмір сүрді. Оның жазған әңгімелері, очерктері, ақыл сөздері, батыл ойлары оны басқа жұрттан даралап тұрды. Кеңес кезекке мойын астына жығылған жоқ. Оған аса ықылас ауып құлаған жоқ. Әзірге келіп түскен ақпараттар топтамасы осындай. Амандықта, саулықта жүздескенше.